сенің әріптестерің бар, замандастарың бар, жас буын бар, аға буын бар. Шеберлігіңе, кәсібилігіңе баға берген аға буын өкілдері немесе замандастар болды ма? Аға буын өкілдері болмады. Кездескен кезде әйтеуір барлығы оң көзқарасымен қарап жатады, қарындасым деп жатады. Бірақ бір жағдай есіме түсіп тұр. Әріптесім, есімін атамай-ақ қояйын, бір желіде өзінің парақшасында менің видеомды салып, бір өзінің сын пікірін білдірген еді. Ол қазақ тілді маман. Енді менің қатарласым, құрдасым, замандасым деуге келмес, менен әжептеуір жасқа үлкен кісі. Енді сол кезде мен бірақ еш жауап қатпадым, тіл қатпадым, көрдім де өтіп кеттім. Айтқан сөзіме ме, негізі былай қарындасым дегендей салып қойған. Бірақ мен ойладым, егер сол дүниені салып жатса, бәлкім мені бір провокацияға шақыру мақсатында ма екен деп, одан кейін абзалы дұрысы жауап қатпай қояйын, жауап қайтармадым. Яғни үндемеген үйдей пәледен құтылады. Иә. Менің негізі өмірлік ұстанымым осы. Шыдамның да шегі бар. Шегі бар, ол рас. Сен қашан жарыласың? Бірақ менің төзімім бар. Мен көпке дейін шыдай аламын. Үндемей, жарайды деп қоя салып. Дегенмен бір жарылатын сәттер болады. Болады. Менде негізі мінезім жоқ емес. Мен де ашуланамын. Ашуланған кезде қырып жібере жаздаймын мысалы дегендей. Соңғы рет кімге, қашан, не үшін ашуландың? Соңғы рет өзім демалыстан жақында келдім ғой, қатты ашуланып үлгермедім әлі. Демалысқа дейін қазір есімде жоқ екен. Ағамен сөзге келіп қалатыным бар, туған ағамен. Үйде екеуміз ғой. Үлкен ағам және мен арамыз 3 жыл. Сол кісімен сөзге келіп қалмасам, қазір енді айтарлықтай бір конфликт есіме түспей тұр. Айтып жатырмын ғой, мен бір көбінесе сабырлы болуға тырысамын енді. Және бір мәнісі болар деп қол сілтей саламын. Ағаң қатты қадағалай ма қарындас ретінде? Иә, өте қатты мінезді. Өйткені мен осы жаққа келгеніме қанша жыл болды? 2013-те келсем, біраз жыл болды ғой енді. Ағамның көзқарасымен, ағамның қарауымен жүрдім. Әке-шешем Аягөз қаласында сенімді жүрді, өйткені жанында диас бар деп. Шектеулер көп болды ма? Ондай қатты көп болмады негізінде, өйткені маған әке-шешем де, ағам да қатты сенеді. Сенің басың бар, ақылың бар. Өзің шешесің. Өйткені мен бәрібір ағамның қарамағында жүрсем де, мен өмір бойы, 25 жыл бойы мен тәуелсізбін. Сен қабылдаған қате шешім? Әзірге болмады. Мүмкін емес қой, 25 жыл қате емес. Енді сондай бір қатты өкіндіретіндей болмады. Тіпті болған күннің өзінде мен ойлаймын, өкінуге болмайды. Праймеризге қатыспадым. Басты. Дегенмен де сенің атыңды оқыдым. Иә, бар болды, өйткені мені ұсынды ғой. Кейіннен мен өзім хабарласып, жоқ, мен қатыспаймын деп бас